Сәлеметсіздер ме, құрметті курс қатысушылары. Бүгінгі сабақта біздер әуенді генерациялау нейрожелілерімен танысатын боламыз. Яғни Suno AI деп аталатын нейрожелімен танысатын боламыз. Ол үшін осындай Яндекске немесе өзіңіздегі браузерге Suno AI нейросеть деп жазып, немесе жай ғана Suno деп жазсаңыз, сізге бірнеше мынандай нұсқалар шығады. Соның ішінен ең біріншісі suno.com жаңағы сайтына өтеміз. Бұл жерде автоматты түрде сіздің браузеріңіз орыс тіліне аударады, немесе ағылшын тілінде жасасаңыз да бұл түсінікті. Мына шет жағын қарайтын болсаңыздар, оң шетінде сочинение песен, яғни әуенді жасау туралы тұр. Немесе бұл жерден қарасаңыз қандай мүмкіндіктер бар екенін, яғни ең басты бетінде сізге шығарып береді. Енді біздер сочинение песен деп басып сайттың негізгі интерфейсіне өтеміз. Осы жерде сіздерге жаңағы сайттың негізгі интерфейсі шығады. Бұл жерде басты бет, жасау, жаңағы архивтеріне, яғни библиотека, қандай әуендер бар жасалған, одан кейін зерттеу, іздеу деген сияқты негізгі объектідегі осы Sunoдағы интерфейс шығады. Енді мына бөлікке, жаңағы белгіленіп тұрған создать песен деп тұрған бөлікке өзіңіздің қалауыңыздағы промптты жазып, әннің, яғни талаптарын жазып келтірсеңіз болады. Немесе мына жерден создать деген бөлімге өтіп, тіркелу арқылы Google-ға, яғни біздер Google-ға тіркелетін болсақ, Google арқылы кіретін болсақ, біздерде бірнеше, яғни нұсқа шығады. Сол үшін мен сізге қазір тіркелген жүктемемен көрсетіп жатырмын. Енді мына басты бетке кірген кезде қарайтын болсаңыз, бізде осындай тіркелгеннен кейінгі жаңағы интерфейсіміз өзгереді. Басты бетіміз, одан кейін біздер жасау, яғни создать бөліміне өткен кезде бізде осындай терезе шығады. Яғни терезеде үстінде обучай деп тұр, жерде одан кейін загрузить аудио деп тұр. Яғни бізде бұл жерде аудионы, өзіміздің жазған аудиомызды жүктеу арқылы салсақ болады. Жаңағы дәл осы сәтте аудио жазып, немесе жаңағы өзімізде бар аудионы салсақ болады. Сонымен қатар бізде енді мән беру керек жер біздің айтатын жаңағы музыкамыздың, әуеніміздің ұзақтығына байланысты. Бізде мына жерді басып қарайтын болсаңыз, 3/5, 3 және 2 деген нұсқалары бар. 3/5 нұсқасында біздерде жаңағы 4 минутқа дейінгі әндерді, яғни соңғы нұсқасында бізде 4 минутқа дейінгі әуендерді жазса, үшінші нұсқасында 2 минутқа дейін, екінші нұсқасында 1,5 минутқа дейін әндерді құрастырады, бізге генерациялайды. Енді тағы бір ерекшелік, бізде Suno жаңа нейрожелісінің ерекшеліктерінің қатарына бұл жерде жаңағы промпт жазсақ болады, яғни сипаттамасын жазуымызға болады. Және бұл сипаттама бізде максималды берілетін 200 сөзден, 200 символдан құрау арқылы промпт жазу, немесе астында дайын идеялар тұр. Осы идеяларды пайдаланып промпт жазсаңыз да болады. Енді оған инструментальный, яғни инструменттер қоссақ болады. Жаңағы гитараны қоссақ, немесе барабан, баян деген сияқты әртүрлі жаңағы инструменттерді қоссақ болады. Және де ең басты нәрсе, ол өзіміздің мәтінімізді де теріп жасақ болады. Біздер мына жерге өзіміздің мәтінімізді қоямыз. Яғни өзімнің текстім, өзімдік екенін қабылдап жатырмын, және 3000 символға дейін қабылдайды. Бұл жерде стильді енгізу керек болады, және атауын енгізсеңіз болады осы жерге. Енді қазір менде текст жоқ. Осыған дейінгі құрастырған әуендер мына жерде тұр менде. Ол өте қарапайым, өте жай ғана, просто атын жазып қана жасаған әуендер. Қазір мен сіздерге жазып көрейік. Мен тұрған жерге байланысты Жымпиты, Орал деген сияқты әндерді шығардық. Біздер мысалға ең қарапайым, біздерде апталық болады ғой, соған байланысты қарайық. Математика, физика, информатика пәндеріне
байланысты әуен дайында, да, мысалға жай ғана. Мысалға осындай ең қарапайым, көбінесе жаңадан келген адамдар осындай промпт жазады, одан кейін жаңағы қандай стильде болсын, ол рэп болсын ба, тағы бірдеңе болсын ба, оны жазсаңыз болады, немесе жазбасаңыз по умолчанию өзі жасайды. Бізге сосын тағы бір ерекшелігі сунода жасалған жаңағы әуендер, олар бірден 4, яғни ол барлық нейро желілердің барлығында бірдей генерациялаған кезде бізге 4 нұсқасын ұсынады. Қазір осылай көрейік. Одан кейін осы запросымызды ары қарай өзгерсек те болады. Жасау. Жасалып жатыр дейді. Алмайды көрейік. Ғылымның сиқыры деп аталатын бізге әуен дайындап берген 4 әуен. Ғылымның сиқыры, ғылымның сиқыры, ғылым әуені дейді. Енді біздер осылай біреуін баса таңдап, мына астында тексттар тұр. Бірінші әуеніміз. Математика әлемі, сандарды біз білеміз, теңдеулер мен теңсіздік. Математика әлемі, яғни біз нелер бірдей, версиялар әртүрлі болғанмен бір текст алып жатыр. теңдеулер мен теңсіздік. Бәрін бір. Мынада соңғы нұсқасы кішкене басқаша. Ритм музыканы дайындаған, бірақ тексті да басқаша. Формула толы кітаптар, есептерді шешеміз бәрі, математиканы ұғамыз бәрі. Физикада бар солай, сандар мен теориялар бай, күштерді зерттейміз талай, ғарышқа жол тапты ғой ай. Ғаламда керемет бәрі, білім Жаңа өлеңнің екінші нұсқасы, яғни екі әуен дайындап тұр, текст, екі мәтін, одан кейін соған 4 әуен дайындап. формула толы кітаптар, есептерді шешеміз бәрін, математиканы ұғамыз бәрі. Физикада бар солай, сандар мен теориялар бай, күштерді зерттейміз талай, ғарышқа жол. Түсінікті шығар сіздерге. Енді осы әуендерді жүктеу үшін біздер мына жердегі 3 нүктені басып, қосымша мәзірден шыққан жаңағы жүктеу аудио ретінде деген жаңағы нұсқаулықты таңдаймыз. Одан кейін мына мәтінінде жаңағы копировать етіп алсақ болады, өзімізге көшіріп алсақ болады, немесе осылай қалдырсаңыз да болады. Бұл ашады. Бұған содан кейін жаңағы өзіңіз артына тағы да басқа жасанды интеллектінің жасанды нейро желілерді пайдалана отырып, ары қарай дамытып, DID деген сияқты аватарларды пайдалана отырып, немесе Хейген бағдарламасының жаңағы нейро желісінің көмегі арқылы өзіңіз айтып тұрғандай етіп, аузыңызды жыбырлатып, яғни аватар жасап, ары қарай дамытсаңыздар, яғни байланыстырсаңыздар болады. Осымен бүгінгі біздің жаңағы әуенге арналған, суно нейро желісіне арналған сабағымыз өз мәресіне жетті.